Баршаңа қайырлы күн, қалайсыңдар, қалдарың қалай? Бүгін тағы да байланыстамын. Біздің күнделікті саудамызға қош келдіңдер. Ал енді біз бастайық. Өздерің көріп тұрғандай, біздің кешегі ашқан сделкаларымыз. Бүгін тағы да сделка ашып, кішігірім табыс табатын боламыз. Арнайы нақты цель жоқ, бірақ сауда жасау процесі барысында, цельді өзім анықтайтын боламын. Рыноктағы ситуацияға қарап. Вот. Бірақ рынокта өте көп задерживаться етуге, етіп отыруға мүлдем желанием жоқ. Ал енді кірісейік. 5 минуттық таймфреймді ашам. Осы таймфрейм бұл менің үлкен таймфреймім, өзім қолданатын. Осы таймфреймден бастап төмен қарай түсіп, мен өзімнің анализімді жасап бастаймын. Бұл по привычке, Бізде евро-USD ортасы валютная парасы, өздерің көріп тұрғандай анализді бастайық. Бізде баға төмен қарай кетіп бара жатқанын көріп тұрсыңдар меки. Все же бізде астыңғы жақта ликвидность бар. Баға ликвидностьті шешті. Бұл бізде сыртқы ликвидность. Енді бізде келесі цель енді ішкі ликвидностьке бару керек болды. И баға бізде ішкі ликвидностьке қайтадан келді. Енді ішкі ликвидностьке келгеннен кейін біздің тағы да целіміз ол біздің сыртқы ликвидность. Ол бізде мына жақта тұр, өздерің көріп тұрғандай. Былайша альтернативны түсіндіретін болсам, просто бізде нисходящий тренд болып кетіп бара жатыр баға, өздерің көріп тұрғандай. И мына жақта бізде қазір коррекция болып, и дальше қайтадан төмен қарай кету вероятності бар. Негізі кету керек по логике вещей деген секілді түсіндірме. Дәл қазір 5 минутта бізде имбаланстың зонасын шешіп толтырып жатырмыз, по идее. Қазір енді 1 минутқа кіреміз, и осы жерден біз разворот іздейтін боламыз. Разворотная формацияны іздейтін боламыз. Разворотная формация бұл менің айтуым бойынша, менің түсінуім бойынша, мен өзім қолданатын, мен іздеп жатқан нәрсе бұл свечаның развороттың алғашқы признактарын беруі. Жалпы бізде уже ол болып қойған. Өздерің көріп тұрғандай, бізде мына жақта свечамыз біздің свип болып жабылып, өздерің көріп тұрғандай қойған, и осылай свип болып жабылған, И енді біздің келесі целіміз мына жақтағы минимум. Өздерің көріп тұрғандай осы цельді орындап, и дальше мынау қазіргі свечамыз біздің осы жақтағы минимумнан төмен закреп болып жабылатын болса, онда бізде баға өзінің төмен кетуін жалғастырады. Өздерің көріп тұрғанда қазір бізде цельді орындады. Енді закреп болған күтейік просто. И все. И мына жақтағы ордер блоктан қазір біз сделка ашып өсек болады. Давайте бүйтіп отложенка қоя салайық сделка. Нарақтан былай. Мінекей. Төмендеп. Или просто өзіміз сделка жасақ та болады. Давайте былай жасайық қазір. Төмендеп сделка өзіміз ашып жіберейік қазір свеч жабылғаннан кейін. Негізі мынау қойған жерім бұл бізде обычный ордер блок. Осы жерден бізде баға төмен реакция алу керек еді. Вот. Пока бізде бірақ баға агрессивный түрде астаға қарай құлап жатыр. Өздерің көріп тұрғанда бізде ішкі ликвидностьтан 5 минуттағы бағанаға сыртқы ликвидностьке қарай бардық. Наглядный пример. Қазір на DPI-ді ауыстырып жіберейін. Так, все. Дұрысталды. Закреп болып жабылды. Давайте сделка ашып жібере салайын. Көп күттірмей. Қазір мен сендерге мына көрсетем. Өздерің көріп тұрғандай бізде мен сендерге айттым бағана ішкі ликвидностьті толтырдық. Келесі целіміз біздің сыртқы ликвидность жақта. Осы жерге қарай қазір баға бізде келе жатыр. Өздерің көріп тұрғандай. Мен дәл қазір депозитінің 1%-на, яғни $329 төменде сделка аштым. Қазір бізде сыртқы ликвидность шешіп қойды. Келесі цель бізде ішкі ликвидность. Ішкі ликвидность бізде қай жақта деп ойлайтын болсаңдар, пока мен көріп тұрған жоқпын, бірақ біз 1 минутта көретін боламыз. Пока кішкене опасналау болып тұр. Вот, ішкі ликвидность бізде қазір қараңдар. Мына жақта. 1 минутта біз көріп тұрған ішкі ликвидность мынау тұр. Вот. Ішкі ликвидность қалыптасу үшін бізде мынау свечамыз жабылу керек. Вот. Қазір бізде жабылайын деп жатыр. Жалпы өздерің көріп тұрғандай, бұл жерде қазір мен именно осы қазіргі ашылған сделкам по тренду болды. По факту, мысалға бұл жерде енді неше түрлі формациялармен қарауға болады нарыққа, рынокқа мысалға. Біреулер сол ретест болды, и потом дальше төмен кетті деп ойлаулары мүмкін. Просто или OTE зонадан кетіп қалды, или сол айтсам болады, равновесие келіп қайтып кетіп қалды деп айтылары мүмкін. Олардың барлығы өздерінің еріктерін ше. Вот, понимаете? Жалпы рыноктың біздің рыноктағы мақсатымыз бұл табыс табу. Қалған не қолданасыңдар, қалай қолданасыңдар, қайтып қолданасыңдар, оның барлығы өздерінің еріктерінде. Жалпы соны түсіну керек бізге. Давайте на отложенканы алып тастай салайық біз. Бұл бізге уже керек емес. Өзіміздікін алдық біз. Ал енді басқа параға кіріп, саудамызды жалғастырайық. 5 минутқа кіреміз, бір көріп жібереміз. Так, бізде баға құлап келе жатыр. Нарақта бізде ордер блок бар. Бағаны жоғары қарай жіберу вероятності бар мүмкін.
жоғарғы жақта бізде как раз имбаланс бар, бағана көрдіңдер. Так, бізде закреп болып жабылды. Келесі цель төменгі жақтағы лой. Қазір бізде бұны орындайды. Бірақ негізі попахивает разворотом у нас. Потому что мына жақтағы біздің өздерің көріп тұрғандай бағанағы ордер блогымыз. Осы жерден бізде кое-какой реакция болу керек. Өздерің көріп тұрғандай бізде разворотная формация шығып басталып келе жатыр. Свип болып жабылды, өздерің көріп тұрғандай. Свип болып жабылу деген осы міне. Көрдіңдер ғой? Қазір осы жабылсын. Значит, егер үйтіп жабылатын болса, онда біздің ойымыз, яғни баға разворот болады деген мнениеміз расталады, и потом уже сделканы қорықпай аша берсек болады. Күтейік. Сабырлық, төзімділік нарықтағы ең трейдердің жақсы қасиеттерінің, абзал қасиеттерінің бірі. Келесі сделканы сразу ашып жібере салайын мен. Опа, жоғарыға деп ашып жіберем. Бізде өздерің көріп тұрғандай разворотная формация шықты. Біздің келесі кадрына свечамыздың целі мына жақтағы қай. Осы жердегі қайға келіп төмен қарай кетіп қалу вероятності бар әрине шешіп болғаннан кейін. Бізде ешқандай да біздің сделкамыздың шығуына гарантия жоқ, но все же бірақ менің өзім рынктың және де растауы бұл тоже бір фактор, және де менің ойым бұл жерде. Менің интуициям, короче. Вот осы екі факторды қолданып мен өзім сделкамды аштым, короче. Ал енді 5 минутқа кіретін болсақ, бізде кішігірім ордер блоктан мына өздерің көріп денесінен ровно жоғары реакция алып бастап жатыр баға қазір. Көріп тұрғандарындай. Вот ордер блоктың бойындағы ордерлер, короче, орындалып жатқан секілді. Да? Но все же бірақ бағаның төмен қарай кетіп қалу үшін ешқандай да не жоқ. Қалай айтсам болады. Төмен қарай кетіп қалуына болады баға. Баға өзі қалағандай жүреді, по идее. Мысалға, разворот болмай қалуы да мүмкін. Но біз оған дайынбыз, короче. Көрдіңдер ғой? Вот так. 3, 2, 1. Мінекей. Көрдіңдер ғой? Разворот болу керек болды, бірақ разворот болған жоқ. И қайтадан төмен кетіп қалды. Так бывает. Но самое главное, мы проверили, короче, рынокты ше. Но по-любому бізде баға өздерің көріп тұрған ордер блокты қазір өтіп бара жатыр. Значит, бізде реакция бұл жерде ордерлер бағаны жоғарыға жіберу үшін жеткіліксіз болған. Вот. Слабый ордер блок та, короче. Мысалы, мына жақтағы ордер блок енді бұл бөлек әңгіме, короче. Мынаның денесіне қарасаң да бір өліп қалған бір өмір бір тамақ жемей жұмысты айыратын бір ешектер болады ғой ауылдағы, сондай болып тұр ғой, короче, пақыр болып тұр ғой. Так что ничего удивиться. Мына жақта бізде RP бар, өздерің көріп тұрғандай, мына біздің имбалансты толтырған бірнеше зона. Осы RP ликвидностьін шешіп болғаннан кейін бізде реакция бағада болуы мүмкін. Давайте осы реакцияны ұстап қалуға тырысайық хотя бы. Бізге қазір мына свеча жабылғаннан кейін тағы да бір свечаны жабылғаны керек. Былайша айтқан кезде бағанағыдай разворотная формация шыққанын мен күтемін, чтобы уверенно сделка ашу үшін да, вот қорықпай. Пока бізде закреп болып жабылды. Келесі мына жақтағы лой баға оны орындап жатыр. Акционерное сообщество дейді. Все, күтейік. И күтейік. Так, өздерің көріп тұрғандай жайлап қалыптасып келе жатыр разворотная формация. Рынок енді баяу қозғалады әрине. Бұл мен де төзім таусылып баратыр енді, конечно, қайтеміз енді. Ну хорошо, басқа параға ауыса берейік. Өмір бойы күтіп өтпейтін шығармыз. Келесі сделка бізде дагон, иә? Түсінікті. Так, USD валютная парасы, 5 минуттық таймфрейм бізде. Так, ішкі ликвидностьті толтырдық. Full fill жасап, өздерің көріп тұрғандай. Келесі цель, сыртқы ликвидность. Қазір біздің бағаның целі мына жақтағы ликвидность, және де мына жақтардағы ликвидностьтар. Мінекей. Вот. Біздің долгосрочный целімізді анықтадық, короче. Бұл бізде buy side ликвидностьтар обычный. Көрдіңдер ғой, қандай бізде поток кетіп жатыр қазір. Осы бізде закреп болып жабылатын болса, уже біз сделкамызды аша берсек болады. Но астыңғы жақта тоже бізде равный лайы бар екенін ұмытпаймыз. Равный минимум бар екен ше. Ол тоже бізде риск. Бағана төмен қарай жіберетін. Алдыңғы видеоны көрген болсаңдар, көрмеген болсаңдар міндетті көріңдер, мен сендерге түсіндірдім. Неге мен мысалға үстіге ашатын болсам астын қараймын. Астыға ашатын болсам үстіге қараймын.
Бұл бізде ақылды торговля деп аталады. Ликвидность шешіп жабылды. Так, закреп бар. Келесі жоғары жақта қай. Давайте бір сделка ашып көрейік жоғары қарай деп. Ойбай. Екі сделка ашу керек еді бізге. Драгон есімнен шығып кете береді айбетпендер енді кішкене болып тұрады ондағындай. Ал енді нарықтың ішіне үңіліп қарайық. Жақсылап тұрып. Күнделікті саудаға кіру де оңай емес негізі. Бірақ менің қалауым болса, негізі мен сол бір 3-4 күнде бір кіргенім мен үшін ыңғайлы. Бірақ именно қазіргі мен істеп жатқан торговлямды заадно өзім үшін, егер мен қазір істейтін болсам, мен табыс табамын ғой. И және де бір жағынан сендер үшін, сендердің көңілдерің үшін, сендер білім алу үшін, сендер жаңадан бірдеңе үйрену үшін, нарық жайлы ақпараттарды тегін алу үшін, живой торговляны өз көзіммен көру үшін менің сүйкімді даусыммен деген секілді ниет қой бізде. Сондықтан да міндетті түрде лайктарыңды басып, арнаға жазылмаған болсаңдар тіркеліп қойыңдар. Бұл каналда күнделікті менің жеке саудамның жайлы видеолар шығып отырады. Мінекей кетті сделкамыз. И мінекей кетті. Өздерің көріп тұрғандай. По плану все. Көріп тұрғандарындай. Анализді осылай жасайды, торговляны осылай істейді. Бізде қазір чисто 2 сделка плюс болды. В принципе, осымен торговлямызды аяқтасақ та болады. Қазір мен сендерге немді көрсетемін, қанша тапқанымды, және бір жағынан выводта шығарып жіберетін боламын. Вот. Жаңадан кіргендерге, бұл каналға енді келіп жатқандарға құлақтарың алтын сырға, біздің осы описаниеде ма или осы видеоның астыңғы жағында плейлисті деген жер бар. Сол жерде шығып тұру керек біздің FMFX обучениялар деген ютубтағы мен сендерге дайындаған біздің ютубтағы менің видеоларым ішінден жиналып таңдаулы мықты пайдасы тиетін жаңадан келушілерге обучающий видеоларды мен ютубқа салғам. Вот, соларды қарап шықсаңдар болады. Болмаса мен арнама жазылып, и дальше сол жерде каналдың ішінде главное деген жерде, каналдың ішіне кіргеннен кейін плейлисті деген жер бар. Сол жерге кіріп FMFX обучениялар деген жерді ең басынан бастап көріп, жайлап үйреніп кете берсеңдер болады. И ол ақпаратты аяқтағаннан кейін уже жайлап практикаларын бастай бересіңдер. Егер де бір деңе түсініксіз болса, ақпарат жетпей жатқан болса, өздерің секілді трейдерлермен жалпылама торговля жасап, бірге сұрақтарының жауабын тауып, бірге өсіп өну үшін біздің командаға қосылсаңдар болады. Сендер үшін осындай бір жинақы бірегейлі сообществоны создавать еттім. Сондықтан да соған да қосылуды ұмытпаңдар. Ну енді бұл дополнительный, просто айта білу керек қой. Қазір бізде табыс қанша болды? Давайте профильге кірейік, торговый профильге кірейік. Бізде өздерің көріп тұрған мына жақта менің общий осы уақытқа дейін тапқан ақшаларым бар екенін көріп тұрсыңдар. Бұл суммаға қызықпай-ақ қойыңдар. Бұны еңбек етіп, тер төгіп не істейсіңдер, табасыңдар. Сондықтан да жақсылап тұрып үйреніңдер. Мына жерде қазір бізде минус болып тұр, 2 сделка деп тұр. Бұл жерде әлі статистика обновление болмаған, просто күтеміз. Неге? Ой, күтейік қазір. Просто мына жақтағы 2 сделканы ғана есептеп тұр ғой бұл бізде. Мынау и мынау. Осы екеуін. Мына екеуін есептеп тұрған жоқ. Өздерің көріп тұрғандай депозиттерің мен секілді жақсы болатын болса, жақсы табыс табуға болады. Бірақ бұл жақсы депозитке жету үшін де менің ұйықтамай күндіз-түні еңбек еткенін ұмытпаңдар. Сендер үшін мысалға стратегия шығарып, рынокты, нарықты зерттеп жүргенді ұмытпаңдар да. Вот. Осының барлығы еңбек қой. Мінекей қазір бізде шықты. 400 сделка общий ашылған. Жақындатып көрсең, егер қаласаңдар мінекей. 400 сделка бізде ашылған. Прибыльный сделкалар жақындатып көрсең, егер қаласаңдар мінекей. Мына прибыльный сделкалар 75%. Торговый обороты осы и торговый табысымыз міне. Бұл бізде шамамен теңгемен 260-270 теңге болу керек негізі қателеспесем. Каждый раз мен сендерге көрсетіп отыруға енді емеспін, ол қанша болатын теңгемен. Осы жайында өздерің көресіңдер. Вот $574 таза пайда біз таптық. Давайте енді вывод шығарайық. Финансы, вывод средств. Вот. Ана свободный шығаратын ақшалар. Ежейді біздің қазір 553 бет. Қазір көріп жүрейік. Так. Опс, істеп қоясың, 574. $574 шығарып алатын боламыз. Өзіміздің Binance шотымызға. Кетті. Өздерің көріп тұрғанда мен кешегі шығарған ақшамды байқап тұрсыңдар. $804 бізде табыс табылды. Именно біздің кешегі ютубқа салған видеомызда тұр жалпы.
осы жалпы жасаған торговлямның видеосы, сондықтан да міндетті түрде көріп ұмытпаңдар. Так, бізде все, табысымызды таптық, ақшамызды шығардық. Бүгінге осымен аяқтаймыз, жігіттер, қыздар. Баршаларыңа рахмет. Ой, өптірдік. Баршаларыңа рахмет. Сендермен бірге болған Fast Money Forex. Әлі де жүздесетін боламыз. Сау болыңдар.